Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы: ақшаны үнемдеп ұстайсың ба? Үшінші тапсырма, оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, тақырып қой. Мен әлі мектепте оқимын. Әзірше жұмыс істемеймін. Тұрақты табысым жоқ. Маған ақшаны ата-анам береді. Ал менің міндетім сабақ оқу. Бірақ кейде ұсақ-түйек жұмыстар орындаймын. Сөйтіп күнделікті ата-анам беретін қалта шығынымды толтырып отырамын. Мен Герберт Ньютон Кессоның кітабын оқығаннан кейін ақшаны үнемдеп ұстайтын болдым. Кез келген нәрсеге шаша бермеймін. Көбінесе түскі ас кезіндегі тамаққа, оқуға қажетті құрал-жабдыққа жұмсаймын. Сатып алған заттарымның түбіртегін сақтап қоямын. Айдың аяғында кеткен шығынымды есептеймін. Бірақ кейде достарыммен қыдыруға да ақша қалдырып отырамын. Егер өзіме қажетсіз зат болса, бас тартамын. Өйткені ол мен үшін маңызсыз. Сондықтан пайдалы әрі керек заттарды сатып алуға тырысамын. Ата-анасы берген ақшаны қалай болса, солай ұстайтын балаларға таң қаламын. Олар ақшаның қандай еңбекпен келгенін біле ме екен деп ойлаймын. Оны қосымша жұмыс істеген кезде сезіндім. Әр жұмыстың өз қиындығы болатынын түсіндім. Өскенде бай әрі жақсы өмір сүруді мектеп қабырғасынан бастап ойлау керек екен. Егер сен білімді болсаң, ақша табуға болады. Білімді адам кез келген жерде бақаланады. Сондықтан мен уақытымның көбін сабақ оқуға жұмсаймын. Түрлі үйірмеге қатысамын. Ата-анама қолғабыс жасаймын. Олар жұмыстан келгенше үйдегі жұмыстарды істеп қоямын. Пәтерақы төлеймін. Жақын адамдарымды бағалай білу керектігін өмір туралы кітаптарды оқыған кезде түсіндім. Жазылым тапсырмасы, 4-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: сен қалта шығынын қайдан аласың? Екінші сұрақ: ата-анаң берген ақшаны қалай жұмсайсың? Үшінші сұрақ: ата-анаң берген ақшаны неліктен үнемдеп жұмсайсың? Төртінші сұрақ: көбінесе ақшаны қайда жұмсайсың? Бесінші сұрақ: достарыңмен қайда барасың? Бағалау парағы. Мәтінді оқы, тақырып қояды, 2 ұпай. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді, 2 ұпай. Сауатты жазады, 1 ұпай. Айтылым тапсырмасы, 6-шы тапсырма. Менің қалта шығыным тақырыбында сұхбат құрыңдар. Әрқайсың қалта шығынын қайда жұмсайтындарыңды айтыңдар. Бағалау парағы. Сұхбат құрады, 2 ұпай. Тақырыпты ашады, 2 ұпай. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.